Саламатсыздар ма? Мен Сәуле Бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Байкалиева Ұлбала Аққажығызы. Мен Әмірқан Бексұлтан Сәуле Бөбекжай бақшасының тәрбиешісімін. Жарайсың Бексұлтан. Бексұлтан, бүгін біз неден тәжірибе жасаймыз? Тәжірибе жасау үшін бізге не керек? Айта қойшы. Салфетка, қасық, қышқыш, мақта, сүт, су, и бояулар керек. Жарайсың. Бірінші балалар, Бексұлтан, ең бірінші біз тәжірибе жасау үшін Бексұлтан, біз сүтті аламыз, иә? Бексұлтан, сүттің түсі қандай Бексұлтан? Ақ, иә? Ол сиырдың сүті. Сиырдың сүті өте денсаулығымызға пайдалы. Оның құрамында әртүрлі витаминдер бар екен, иә? Ал енді біздің денсаулығымызды иммунитетке, жақсы иммунитетімізді көтеру үшін жақсы витаминдер бар екен, иә, құрамында. Ол сүттен балалар, біз не жасаймыз сүттен? Құрт жасауға болады екен, иә? Ірімшік, айран, тағы да творог жасауға болады екен, иә? Ол сүт өте пайдалы екен. Ал енді Бексұлтан, біздің бүгінгі бояулар құпиясы туралы тәжірибемізді жасайық, иә? Ол үшін біз бірінші бояуларымызды ыдысқа салып ертіп алайық, иә? Бексұлтан, түрлі түсті бояуларды алып ыдысқа салып, сала қой, бір ыдысқа сала қой, жартысын. Почемучка, все вопросы задает. Почему на небе солнце, почему вокруг трава, почему дельфин не тонет, и зачем Енді Бексұлтан, біз бояуды араластыру үшін біз неге құямыз? Су құямыз, е? Кішкене су құйып, қою қылып араластырып алайық, е? Қасықпен араластырып Бексұлтан. Қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Почемучки, заркав всех теребят. Почему в пустыне жарко, а на севере мороз? Почему у кошки лапы, и зачем мартышки хвост? И зачем? Бірінші, нені құямыз дедік? Сүтті құяйық, иә? Ал, сүтімізді құйып алайық ыдысқа. Ал енді біз жаңағы дайындаған мақташаға осы бояуларды Почему журчит вода? Почему девчонки плачут, а мальчишки никогда? Да-да-да, да-да-да. Бексұлтан қысқышымыздың көмегімен ватамызды алып, сүтке салайық. Ал енді үстінен ыдыс жуатын сұйықтықты сұйықтық арқылы кәм билетекші. Бексұлтан, не болды? Бояуымыз шығып жатыр. Айта қойшы, біз бүгін тәжірибені неден жасадық? Бексұлтан? Салфетка, Тағы да не алдық біз тәжірибеге? Сүт алдық. су, мақташа, бояулар, Қысқыш алдық, жарайсың. Бүгін біз тәжірибеде сүтпен бояуды алдық, өйткені біз мына бояулардың біз түрлі түске айналғанын көрдік, бояулар арқылы. Тәжірибе саған ұнады ма, Бексұлтан? Иә. Жарайсың, сау болыңыз дейміз. Sağ olunuz.